Kim kep тұр үйімізге? Ай, ойбай, тоқта. Ей, ойбай, шығыңыз үйімізден. Шығыңыз. Қайда барасыз? Ойбай, мына шығарыңдар мына бәлені. Шығыңыз, ей. Ұста, шығар. Ойла, полицияға звонда, аяла. Тез, полицияға звонданды. Мен ұстап тұрмын. Шық. Үйіме кірме. Қой, қандай сенің үйің? Ойбай, бісміллә. Құдай көмектес. Құдай, мына қызды құтқар бізді. Ойбай, тоқта. Есік жабыңдар. Қорқпайсың ба? Хансұлтан, кір үйге. Кір. Ойбай, мына қыздан қайтеміз, а? Ей, полицияға звондадың ба? Звондадым. Қазір мен сені полицияға беріп жіберем. Не деген қызсың? Қаяқа кіріп баратсың сен? Үсті басың бәрі жыртық. Алла сақтасын. Ойбай, кіргізбеймін сені үйге. Шашынан жібер, тоқта. Семен сөйлесейік те, тоқтасай, қаяқа баратсың? Тұра тұр. Мен сиганкамын. Тоқта, свет жағып көрейік түріңді. Қандай сиганка? Сиганкамын ғой мен бауырымға. Қаяқтан келдің сен мына үстің бәрі не бәле? Мен оқыдан келдім, оқы. Не ол мүкі деген? Мусор дейді мам. Мусор? Ана қыз үйімізге кіріп кетті, Хансұлтан. Шығар. Бол. Шығар. Ойбай, қорқып атыр Айдай. Ай, көркем қорқып атыр. Қалай сені байғыламыз? Қалай? Сен бізге қыз боласың ба? Иә. Сен біздің айтқанымыздың бәрін істейсің ба? Егер сен біздің үйімізде тұрғың келсе, свет жақ шаялым. Тыңдаңыз. Егер сіз біздің үйімізде тұрғыңыз келсе, үйдің бәрін жинайсыз. Онда біз сен не үшін қыз қыламыз? Сен үй жинайсың. Менің айтқанымның бәрін жасайсың. Балдарға қарайсың. Ештеңке естігім келмейді. Көнесің ба осыған? Көнесің ба? Ақшаларын бұрылайын. Қой. Шық. Хансұлтан, шығар далаға. Қайда кіріп бара жатыр бұл қыз, а? Бұл қыз қайда кіріп бара жатыр? Ойландың ба? Біздің ақшамызды алып алды. Әкел. Қара, қыз, қара. Егер сен біздің үйде тұратын болсаң, мен саған мына доллардың бәрін берем. Бірақ, менің бір шартым бар. Беркеш дейді. Келісесің ба? Онда ең бірінші сені мен тексерейін. Мына бөлмені жинап көр. Жүр. Мына бөлмеге. Сен жақсы қыз сияқтысың ғой тыңдайтын. Мына бөлмеге жүріңіз. Мына бөлмеге. Мына кроваттың үстіндегінің бәрін тап-тай ғып жинап қойыңыз. Сол кезде мен сені қызым қылам, ақша берем. Түсінің ба? Иә. Басталды. Мен не жаққа барам, сен жинап қой. Хансұлтан, мына қыз не істейміз, қыз қыламыз ба? Иә. Саған ұнады ма бұл қыз? Байқа тұр. Оны үй жинатамыз үйге. Үйді бойы. Сосын жұмсаймыз. Жарай ма? Иә. Ол қазір үй жинаса үй қыз қыламыз ба? Иә. Әпшең шақыршы, аял әпшеңді. Айттың ба? Иә. Саған ұнай ма мына қыз? Ұнамай ма? Аяла, не істейміз? Ана қызды қыз қыламыз ба үйімізге? Білмеймін. Неге сендер білмейсіңдер? Далаға Далаға шығамын дейді.
Қазір тексереміз, өтірік жинайтын болса, оны қызғымаймыз. Жарайды. Бір көріп келіңдер қалай жинап жатыр. Дырыдырам, дам-дам. Жинап жатыр ма? Тастады ма? Онда қазір көрем мен бұл қыз. Онда бұл қыз үй жинауды білмейтін шығар. Не істедіңіз? Қана? Ойбай, сіз үйді осылай жинайсыз ба? Давай мен саған үй жинауды үйретейін. Келісесіз ба? Ана киімнің бәрін алып келіңіз бері. Мен сырт тұрайын ба? Жоқ, мен орамалым жоқ. Берейін ба? Мына, Аяла, көрсет. Колготки кір болатын болса, тыңдаңыз. Кірге тасталына. Колготки Неге жылайсың? Сен үй жинай алмайтын болсаң, тірлік істей алмай. Сен Мауглисің ба, қаяқтан келгенсің сен өзі, а? Сен джунглиден келгенсің ау деймін өзім. Енді үйретейік та енді. Саған үй жинауды үйретейік та. Аяла саған көрсет бүктеуді. Аяла бүктеп көрсетші қалай бүктеу керек екен. Хей қыз, тоқта. Қазір мен милиция шақырып шығарып жіберем сен айтпесе. Майки бермеймін. Ана, қастан ақша бермейді айтпесе. Сасып жатыр. Еще үсті сасып жатыр ма? Төс менің кроватымның үстіне. Ё-майо, енді не істейміз, достар? Мына қыздан қалай құтылып? Атың кім сенің? Айдай. Кімнің қызысың сен? Алпа бермеймін. Сәрсенкүл апаның қызымын. Сәрсенкүл апаның қызысың ба сен? Ойбай, тоқташы, сен түріңе жақсылап қарайын. Ойбай, қай апаның ол? Қаяқта тұратын апа ол? Шымкентте. Ойбай, оның баласы кім тағы сонда? Оның баласы Мақсат. Сен соңғысың ба? Мен ба? Мен соңғысы емес, мен Гаухардың қызымын. Кім туды сені? Гаухар Заманхан қызы. Қош! Иә. Гаухар Заманхан қызы туды ма сені? Өлә, мен сенен кешім. Сен неге бұндай үсті басың бәрі жыртылып далада жүрсің? Сен түрің кір-кір болып, не ағып жүрсің? Негізі мен сіздің қызымын. Менің? Мені негізіше басқа бір ұрылар келді да, аузын жапты да. Келді да, мен аузын жапты да, аны мусорға тастап жүрді. Сосын бір ай жүрдім соста. Сен менің ана ұрлап кеткен қызымсың ба? Неге мен сен танымаймын? Неге мен сен танымай қалдым? Білмеймін. Бетіңді жуып кеші бар, киіміңді ауыстырып. Қазір Айдай бетін жуып ауыстырып келеді. Хансұлтан. Ой, жаным әшейін, менің Айдай қызым табылды. Алла бере салған мамасының. Менің сұлу қызым келді. Қыздар қараңыздар, достар. Менің Айдай қызым сондай сұлу, әдемі. Менің сондай сұлу қызым. Қалай сен Барби сияқты әдем болып кеттің? Қалай сен? Сен сұлу қыз болдың. Достар, Аллаға шүкір, менің Айдай қызым үйге келіп, бет аузын жуып, енді біздің үйімізде тұрады. Ешқандай жұмсамаймыз, ақшаның бәрін береміз, барлығын сатып алып береміз енді Айдай қызға, я? Айдай, не айтасың енді достарыңа? Колокольчик басуды ұмытып кетпеңіздер. Қорқып қалдым. Пока-пока. Негізі біз дайындалдық, бетімізді боядық, әнерді көріп тұрған сияқтысыздар. Айдай. Хансұлтан, сен не айтасың? Комментарийға жазып қойыңыздар, қандай шегу кешіруге болады. Пока-пока. Хансұлтан, сен айт. Сен қарындасың, ой, әпшең Айдай келгеніне қуаныштысың ба? Иә. Құшақта әпшені. Аяла, сенше, сіңіліңді құшақта. Бүгін бізде мини-фильм болды. Мини-фильмде Аяла, Айдай және Хансұлтан. Ешқандай қорықпаңыздар, бұл менің өзімнің қызым Айдай. Пока-пока. Жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де колокольчик қойып, бізге подписаться етіп алыңыздар. Сау болыңыздар. Пока.